Құрметті достар, менің қасымда Қырғыз елінен келген Жұлдызбек бауырымыз. Жаке, қош келдің. Жалпы бүгін бауырымыздың осы жекпе-жек сайысында бірінші дебюттік кездесу екен, қарсыласы Денис. Жалпы қалай, дайындық қалай? Дайындық жақсы бұйырса, алхамдулилля, жақсы дайындыққа келдік. Екатеринбургтан ағайым 3 досторыбыз менен келдик. Бұйырса, иншалла, жеңебиз, жақсы бой көрсөтөбүз. Покажем хороший бой. Енді мынау алғашқы кездесу болғаннан кейін қобалжу бар ма, әлде қобалжу жоқ па? Қалай, бірінші дебюттік кездесу болғаннан кейін? Жоқ, андай чувство жоқ. Дайындық жақсы бұйырса, октагонда покажем. Қарсыластың туралы ақпараттар қарадың ба, тексердің бе, кім екенін, қанша бой өткізгенін? Тоже дебют болды. Ал Черников Денис ал профто чыгыптыр. 2-3 жол чыгыптыр. Алаш Прайтта, Найзада. Бұйырса көрөбүз, жақсы бой өткөрөбүз, жақсы бой көрсөтөм бұйырса. Құрметті достар, Алымбек Датка, яғни командасы Қырғызстаннан бүгін Өскеменге келді. Қасымда Бақытбек мырза, бұл Қырғыз елінен бас бапкері. Жалпы жігіттерінің қазіргі сақадай сай деген үміттеміз. Жалпы дайындықтар қалай болып жатыр? Дайындықтар жақсы. Аз күндө болсо дагы аз күндө убакыт бизге бой эме предлагать этишти, ошону алдык. Дайындык жакшы, балдар жакшы формада. Кудай кааласа, жеңиш менен кайтабыз деп келдик. Жигиттердин барлыгы кездесүү өткүзгөн беле, бүгүн дебюттик матчтарын, дебюттик кездесүүлөрдү өткүзүп жатырмы барлыгы? Эко дебют, эко 70 килограммда менен 84 килограммда алар бүгүн дебютировать этет. А бирөө 77-те урушкан, ал 2 бой, 2-0, 2 победасы, 2 бой өткөргөн. Құрметті достар, командадағы міне қыз бала біздің Алмагүл, Алмагүл ханым ғой? Иә. Жалпы қанша жыл болды осы немен жекпе-жекпен айналысып жүргеніңізге? 5 жыл болды. 5 жыл? 5 жыл, жақсы. Бүгінгі алғашқы кездесу ме, бірінші кездесу өткіздіңіз бе? Бірінші бой. Бірінші дебюттік кездесу, Ооба. Енді қарсыласы туралы зерттеп қарадыңыз ба, кім екенін білесіз бе? Жоқ, білбеймін. Аты жөнін қайта бет? Аты жөнін да білбеймін. Дайындық қалай, дайындық? Жақсы. Негізінде өзіңіз, Шүгір, рахмат деймін. Енді өзіңіз қандай спортпен айналысыңыз негізінде? Тайский бокс, грэпплинг. Жақсы олай болса, сізге бүгінгі кездесуіңізге сәттілік тілейміз онда. Рахмат жол. Қасымда Сұлтан Бектас, 63 келі салмақта. Жалпы Сұлтан, бүгінгі кездесуге деген дайындық қалай жалпы біріншіден? Дайындық шүкір, алхамдулилля. Аянбай еңбек етіп, осы қырғыз бауырымызбен төбелесуге бар күшімізді саламыз енді иншалла. Жеңеміз. Құдай қаласа. Осы жекпе-жек дейміз ғой, жалпы клетка дейміз, нешінші кездесуін? Клеткіде бұл профессионалда бірінші кездесуім, қырғыз азаматы 99 жылға Келдібек ұлы дейтін. Құдай қаласа бірінші бой жеңіспен аяқтаймыз. Жақсы, ол өзіне сәттілік. Бүкіл бәріміз жанкер боламыз. Сардар командасының мүшесі, бізде Тұрысбеков Елдар. Ереке жалпы өзі қай салмақта? 57 килограмм салмақ дәрежесінде өнер көрсетемін. Бүгінгі кездесуге дайындық қалай, нешінші кездесу, сол туралы айтып өтсең бір ауыз. Бұл менің дебютім емес, бұл менің екінші бойым. Профессионал түрде екінші бойым. Бірден өл Алланың қалауымен бір жеңіскен. Енді Алланың екінші ай шығып жатырмын. Жеңем деген ойдамын бұйырса. Дайындық қалай өздердің? Дайындық жақсы, өте жақсы бізде дайындық. Жақсы. Жалпы соперник туралы бір ауыз қарадың ба, көрдің ба, ол кездесу өткізген бе, онда дебют кездесу ме екен оның? Мен сопернигімді қараған жоқпын, өйткені не себепті? Мен сопернигім травмалық қалды. Өзімнің берген сопернигім. Бұл соперникті аяқ астынан, Қырғыз елінің аяқ астынан алып келіп бір күн қалғанда. Сондықтан мен бойын қарап үлгермедім оны. Ол туралы білмеймін. Жақсы, олай болса, бүгін өзің туған қалаңда, Өскеменде бүкіл жанкүйерлер деген саған барлығы қолдайды. Саған сәттілік тілейміз тек қана.
Сонымен құрметті достар, міне қасымда Бақмери, бәке жеңіс құтты болсын. Міне тура жекпе-жектен кейін алып жатқан сұхбат, ал ағамыз, бауырымыздың әкесі, аға, ұлыңыздың жеңісі құтты болсын. Әмин, рахмет, Алла разы болсын. Өзіңіз залда отырып көрдіңіз, жалпы қалай әсер алдыңыз? Айтыңыз. Енді әсер дегенде баласы атқа шапса, үйде отырып анасы тақым қысады дейді. Енді біз үшін өте ауыр. Расында айтсам, мен ана жерде қарауға жүрегім шыдамады. Енді бірінші Алла, екінші аруақ, үшінші осы жанындағы жүрген азаматтар, достары, аға бауыр туыстары, осылардың тілегі, осылардың қолдауы. Енді міне көктігімізді көктікке желбіретіп, қазақтың азаматтары осындай болсын деп тілеймін. Осындай ол берген Аллаға мыңдап рахмет етемін. Толқып тұр мен шыны керек. Тамаша, ал енді өзің тура залда, әкені отырды, өзің туған қалаңда жекпе-жек келесі өткізін, жалпы әсеріңді айтып өтсең. Әсер өте ауыр негізі. Андай көрермен бүкіл жауапкершілік, үлкен жауапкершілік бұл. Өзіңнің әкең ар жағыңда, енді анам келе алмай қалды, енді ол кісі көре алмайды ғой, ютубтан прямой эфирден көрді. Соның бәрін ойлайсың, бірақ енді алдын ала настрой ұстадық. Осындай болатынын білдік, үлкен шу болатынын, осындай қолдау болатын. Қалай да қалай ұту керек болды. Бәрібір 3 раунд болса да 3 раунд түбінде бір ұту керек болды. Алладан сұрадық, Аллаға шүкір міне. Ұттық. Қырғыздың 4-0 рекорды 25 жастағы жігіт өте андай. О, неме тәжірибесі өте мықты жауынгер негізі. Алланың қалауымен әкелеріміздің дұғасы, әйтпесе бұл кісілер болмаса біз ешкім емеспіз ғой. Жеңіс құтты болсын. Енді алдыға жоспар қандай? Алдағы жоспар пояс әкелу, Алла қаласа. Осы лиганың поясын әкелу. Әлемде Өскеменнен шыққан, әлемді бағындырған чемпион болу. Тарихты жаңарту. Жалпы өзің туған жеріңді айтып өтсең, мына жерден қазір ертеңді бізді көретін адам TikTokта саламыз, YouTubeға салынады, сол кезде сұрауы мүмкін, қай жердің баласы деп. Мен тума негізі Монғолия Республикасының тумасымын. Ертеректе келгем 2003 жылы. Өскеменде Ұлан ауданы Бозамай ауылындамыз қазір. Ал енді құрметті достар, Өскемен қаласында біз бүгін 12 қазан кештің бас кездесуі, көптеген жанкүйерлер қазір тосып отырған. Ерзат бауырымыздың жекпе-жегі қанша барлық халық тосып отыр. Ереке жалпы өзінде настрой, дайындық қалай? Ассалаумағалейкум. Құрметті көрермендер. Настрой жаман емес, Аллаға шүкір. Боевой, бұйырса ұтамыз. Қазақтың шығыстың намысы бірінші очередь. Менікі емес, шығыстың намысы, қазақтың намысы. Сопернигің туралы бір ақпараттар біліп, білесің, танисың ба жалпы? Жалпы бәрі жақсы. Жақсы, Ерека міне шығайын деп жатыр. Құрметті достар, сонымен кездесу аяқталды. Ерзат бауырымыз бүгін досымыз жеңіске жетті. Енді өзімді Ереке көрдім, бірінші раунд бәрі қиындау болған секілді, бірінші раунд. Жалпы кездесу туралы әсеріңді айтып өтсең. Жалпы кездесу және Ертаймаш AFC командасы мен және Сардар тим командасын және қарама-қарсы қақтығыс айқас ретінде болған. Жалпы есепте енді біздің жауынгерлер басым түсті. Ол біріншіден қуантарлық жағдай. Және жалпы өзімде қателігім, және жауынгерлердің де қателігі мол. Соның бәрін енді алда уақытта түзетеміз. Енді өзіме тоқтала кетсек, шынымды айтсам, бірінші раундта мына жерде атмосфера және сияқты бұл жерде және шығыстың және өзімнің жерлестерімнің және рухы түспесін деп және қолдауының өзі ауыр екенде. Басқа елде және басқа қалада өнер көрсеткен өте жеңілде. Ал өзімізде енді туған туысым бар, және достарым бар, ағайын барлығы және жауапкершілігі өте ауыр болды. Енді сондықтан бірінші раунд шынымды айтсам ашыла алмадым. Және сияқты жасқан шақта біраз бірінші раунд шын айтсам және қарсыласыма беріп қойдым. Одан екінші, үшінші раунд арқата уже шегінерге жол жоқ, артымызда Өскемен деген сияқты. Арқата істеуге тура келді. Енді Алланың қалауымен және екінші раундта және техникалық нокаутпен жеңдік. Алла ұлық. Бірінші раунд үзілгені, саған бірінші раунд біткені, саған көп пайдасын тигізді, біраз үзіліс болғаны.
қасында жігіттерді айтқан шығар түгелін саған түсіндіріп түгелін. иә үзіліс болғалы өте үзілістен кейін жаңағы жинала алмадым біріншіден. Содан жаңағы секундант дейміз жаңағы өзімен бірге шыққан солардың жаңағы бұйырғандарын орындап, меніңше солардың екінші раундта солардың бұйрықтарын толықтай орындап шықтым деп ойдамын. Бүгінгі жеңісті кімге арнайсың? Бүгінгі дәл жеңіс, дәл осы қазір жеңісті. Бүгінгі жеңісті күні осы түнде жалпы айтқанда бүгінгі күн ғой. Нұрсұлтан деген досымыз бар. Сол досымыз дүниеге қыз әкеліп жатыр. Сол досымызды қызын бауы берік болсын деп соның жеңісіне соған арнағым келіп тұр негізінде. Одан екіншіден отбасыма, шығыс еліне арнағым келеді. Жақсы, жеңіс құтты болсын. Тағына енді жоспар қандай қазір бұйырса енді демалыс аласың өзіне, бірден уақыт бөлесің, одан кейін дальше қандай бұйырға осы 23-тегі? Жалпы әзірге демалыс ол жоқ. Енді жалпы осы 2023-те Октагон лигасы үлкен бір жарысқа шақыртып контрактіге отыр деген келісім шарт болған. Бұйырса соған отыратын шығармыз. Жалпы 23-те сол Октагонда аяқтаймыз деген ойдамыз. Алла бұйырса ары қарата тағысын тағы басқа организацияларда төбелесеміз. Осы шығыстың былайша айтқанда осы жекпе-жек түрін үлкен биік шыңдарда дамытамыз деген ойдамын. Жақсы, ал Ереке жеңіс құтты болсын. Ерекенің туған жері Тарбағатай, Бозша ауылы. Дұрыс қой? Дұрыс. Тамаша.